Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге көптен күткен ертегі айтып беретін боламын. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, ұлыстың ұлы құтты болсын, ақ мол болсын. Ал біз үш көбелек атты ертегімізді бастаймыз. Тыңдаңыздар, бұл өте қызық ертегі. Кеттік. Бірде үш көбелек болыпты. Олар жақын достар екен. Біреуі ақ, екіншісі қызыл, үшіншісі сап-сары екен. Олар бір күні келе жатып, жаңбыр жауады. Сол кезде олар қай жерге тығыларын білмей, Лала гүлді көреді. Лала гүлдің қасына барып, Лала гүл, біз саған паналайықшы, жай ғана жаңбыр тоқтағанша дейді. Лала гүл, ана ақ көбелек менің түсіме сай екен. Сондықтан да ол менде паналауына болады. Ал қызыл мен сары көбелек өздерің басқа жер іздеңдер дейді. Сол кезде ақ көбелек, жоқ, мен әпкелерімді үйтіп тастап кете алмаймын. Ал ендеше мен олармен бірге барамын. Ал егер сен мен әпкелерімді паналатқызғың келмесе, онда мені де паналатпай қой деп кетіп қалады. Сол кезде олар үшеуі қызғалдақты көреді. Қызғалдаққа барып, қызғалдақ, бізді паналатшы, жаңбыр тоқтағанша, біз сенде паналай тұрайықшы дейді. Сол кезде ана қызыл көбелек менің түсіме сай екен, сол менде паналасын, ал қалған екеуің басқасын іздеңдер дейді. Сол кезде қызыл көбелек, жоқ, мен өзімнің әпкелерімді тастап кете алмаймын. Жаңбыр, олар су болса, онда мен су боламын деп кетіп қалады. Олар содан кейін сарғалдақты көреді. Сарғалдаққа барып, сарғалдақ, бізді паналатшы, өтініш деп өтінеді. Сол кезде ана сары көбелек менің түсіме сай екен, сол менде паналай тұрсын дейді. Бірақ сары көбелек, жоқ, мен өзімнің әпкелерімді үйтіп тастап кете алмаймын, біз бірге жүреміз деп үшеуі кетіп қалады. Сол сөздерін күн естіп, бұлттарды ыдыратып, өзінің күн шуағын шашып, көбелектердің қанаттарын кептіреді. Жақсы дос тек қиындықта сыналады деген сөз осыдан қалған екен. Ал ендеше балалар, бұл ертегі сіздерге ұнаса, онда менің арнама лайк басып, подписаться деген астында қызыл кнопканы басып қойыңыздар. Ал ендеше осымен біздің ертегіміз аяқталды. Всем пока-пока!